Азыр сиздердин алдыңыздарга ушул Түгөлбай агайыбыздын өзүнүн калеминен жаралган, жанын ташка жанып отуруп, бүркүттөр кыш шилдеде жумурткалайт дейт го, так ошондой адам көрбөгөн жерлерге барып жаратып келген кырларына назарыңыздарды бурабыз. Анда алдыңыздарга кайрадан Түгөлбай агайыбызды чакырабыз. Келиңиз агай. Мына жазуучулардын арашан чыгармачылык үйүнө келгенде, а кезде Сүйүнбай Эралиев агам тирүү эле, Сооронбай Жусуев агам тирүү эле, Эрнис Турсунов агам тирүү эле. Мен ырларымды ушул 3 кишиге көрсөтөт элем. Анан ошолорго жаккан ырларды алып калат элем. Алар унчукпай калса тытып салчумун. Ошондон аман калган ырлар. Жайлоодо алыскы бүлбүл берилеп, ак кара көзгө түшкөндө, жапсардан актан керилет, жашынган сааты бүткөндө, башынан тоонун нур түшүп, батышкан невак түн житкен, булуттар менен түртүшүп, шыкаалай таска түндүктөн, нарыда булак жайжылып, ашыкпаш добуш чыгарбай, акырын кайрыйт кайрыгын армандуу комузчулардай. Өзөгүн тээп чөпкүчү өр тартып малдар кетишкен, тырайып жатат көк күчүк, коңурук гана жетишпей. Бир адам жээкте жай барат, билинбей соосу, мастыгы, ала албай жүрөт дайрадан агызып ийген жаштыгын. Бир күнү балконго чыгып карасам, кыламык кар жааптыр. Жумушка кетейин деп кайра келип күзгүдөн карасам, саам айымда ак чачтар пайда болуп калыптыр. Анан ошондо бир куплет ыр жазып койгом. Биринчи кар, жаштыгымдай чачылган, жерге сиңип кеттиң дагы, чыга келдиң чачымдан. Мен мектепти бүтүп, окууга кетерде, ошо Таластын караколундагы шаркырап аккан кашка суу менин эң жакын досумдай болчу. Анткени кичекейимде ушунун жээгине барып эле чыңкылдап ырдай берчимин, эч ким укпайт. Окууну бүтүп кетерде ошол аярламада туруп, негедир ушу сууну эстедим да чуркап келдим. Автобус келгенче. Келип ошол чоң суу менен коштоштум. Ошондо бир куплет ыр жазгам. Шаркырап аккан кашка суу, шапатаңда торолдум. Шаарда эми башка суу, шарыңа куса болормун деп кеткем. Андан кийин жылдар өттү. 60-тан ашканда жайлоого келдим шалдырап. Баягы кашка суу баягы бойдон шаркылдап агып атат. Ошондон анда бир 2 куплет жазгам. Шаркырап аккан кашка суу, шашты элем бир кез сени өңдү. Шаардан эптеп алып келдим, шалдырай түшкөн денемди. Шаркырап аккан кашка суу, шаша бер, сенде арман жок. Шарыңды тыңшап турайын, менин шашаар жерим калган жок. Абрамзондун, Бартольтордун, берки Маловдордун, окумуштуулардын баарын кыргыздардын тарыхын жазганын окуп алып, бир шумдук дүйнөдө жүрдүм бир кезде. Яйланайын, ушул каганат ачкан кыргыз, каганат түзгөн кыргыз, Кытайга бир эмес 2 жолу элчилик ачкан кыргыз, тетиги 548 жылдарда деп, анан көпкө чейин ойлонуп жүрчүмүн. Ошону ошол ушу Кыргызстандан буйрубай, анан тетиги Татарстандын борборундан келип атпайбы мага. Каалаганда калкып көккө чыгалган, карт дүйнөнү карап жүргөн мунардан, кайран кыргыз бүркүт эле бир кезде катылгандын калайманын чыгарган. Көктөн түшпөс көкүрөгү буюгуп, көк деңизден чет деңизге уюлгуп, борон болуп турган кайран кыргызым, бу дүйнөгө батып батпай удургуп, сынган бутту канжыгага байланып, сыр билгизбей сырнайзаны карманып, атасынан калган кара жер үчүн ааламды да кетер эле айланып. Ал жашоого не келгенин билчү эле, ата журтун жандан артык сүйчү эле, көр дүйнөнү садага чаап көңүлгө, көкүрөгүн көңүлөтүп жүрчү эле. Келди заман кең дүйнөнү тарткан,
келген құштар барын елеп алышқан, башталданан жем талашқан тірілік, башсыз жырғап, ашсыз қалып данышман. Көк бүркіті тоқ қанаға қамалып, көзден ұшып биік тоғының шамалы, көз мұқығын қанаттары ұқтаған, көрбей қалды тоғылорды да таланы. Ал ұнытқан көк мелжіген мекенін, ал ұнытқан қалағанға жетерін, ал ұнытқан теңір берген биігін, ал ұнытқан ұлы дорын кешер. Нечен қылым тоқ қанада қысылып, бүркітіңдің тұқымы да бұзылып, көкті қойшы көчөнің чет жағына көрген жан жоқ албай құшты ұшырып. Тоқ қанада тоқ болып қалыш бат, тоқ бүркіттің ертең кісі тауышмақ, ұлы-ұлығы қачып барат денеден, ұнытылған уламыштай алыстап. Көкке тартқан көне үміті үзілбей, көрдүйнені көкірегі түшінбей, көтерілді ал бір күні асманға, көзірмемге көре қалған түшінді. Ушыл түшін өңгайлантшы жаратқан, келсін заман кен қырғысқа таң атқан, бір бүркітті көріп өлсем арман жоқ, биігіне қайтып кетіп баратқан. Шаудан Батыр ажылыққа кетіп атқанда Қаража Қалмырза ұзаты ұрдаған тұрбай. Батыр шаудан кемеңгер, аман барып аман кел. 60 асый сойсоқта, атын шаудан қойсоқта, асты қырғыздан туылбай сендей шер дегенде нар жақта тұрған байеке тоқтат дептір. Нар жағын бұзасың. Аңсығандай мен нар жағын бұзу олбайын, ошон үшін қотормаларға өтейін. Фариза жан, Фариза қыз. Өмірді ақындардың бары жалғыз. Чыдай ақыры жауығарбыз. Бірібістен бірібіз арыларбыз. Бізді дағы жоқтоғын жан болса кер, чаң басқан архивтерден табыларбыз. Сен мені білесің бе? Білесің бе? Жан екемін жат болған күрешіңді, бірі чалып, абірі аттан жыға, таштағаны тұрышат таштандыға, Фариза жан, сен аны білесің бе? Қаран түні açılбай аламымдың, қайышы да үзілді садағымдың, қазақ жігіттерінен дос таба албай, қыз болсаң да мен сені пана қылдым, тай қылығын қантейін тағалайымдың. Ақын болып емнеге жаратылдым, қала бербей қойнында қара түндің, қасиетін сезем деп енетілдің, қауырсыны қалған жоқ қанатымдың, құл тірлікке құл болып аяр басып, құлачымды жай албай баратырмын. Момын әлем, жақшы әлем, уяң әлем, аттап өттім аларды, уям әле. Емі мұна, қуатсыз құра чуыны жиыштырар зор күч бар, туя берем. Маңдайман сылаған бір жан болса, мұндан арқы өмірді қияр әлем. Фариза жан, Фариза қыз, бірімізден біріміз арыларбыз. Том болып дүкенде тұрбасақтағы, подвалдағы архивтен табыларбыз. Екіншері өмір сүрелі алмашып. Жал бірақ жүрек жаш қайын, жанымды айыры баштайын. Сен адам бола баштасаң, мен қайын бола баштайын. Мақұлсың бұл ақ қайын дейді. Көрінер мүмкін кімге ерсу, өмірің маға бір берші. Аламат мау дүйнені адамша қарап бір көрші дейді. Тоныңды киіп алайын, тоқойдан ордым тавайын. Қайырсыз моғыл дүйнеге қайын көз менен қарайын. Сен дағы жерден нар алдың, мен дағы жерден нар алдым. Біреуден сен де жаралдың, біреуден мен де жаралдым. Тілің жоқ, жанду қайың сен, айырмам сенден адаммын. Болғаны менде бір жүрек, беріптір жүрек саған мин. Андықтан ұзақ жашайсың, құрдашы келер замандым. Бар жоғы менде бір жүрек, ал өлсе жағандан өткөнім. А сендегі мин жүрек келгенде жашыл көктөмің тірілер қайра дүркіреп. Жалбырақ жүрек жаш қайың,
жандарды айырбаштайық. Сен адам болсоң Кашкайып, мен кайың болсом Кашкайып, тобокел айырбаштайық дейді. Өмірге өмір жалғашып, энеге жерді тандашып, бирде адам, бирде кайыңдай сүрелі өмір алмашып дейді. Казакстан мамлекеттик сыйлыгынын лауреаты Улукбек Эстаулет деген бір жигит бар, биз менен замандаш. Бар эле менин бир досум дейт. Бул Улукбектин бир мыкты жери.